Қайырлы кеш достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін оңай әрі құрамы қолжетімді заттардан жасалатын керемет кекстің рецептімен бөлісемін. Кексті жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында болуы тиіс. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Толық құрамын описание бөліміне жазып қойдым. Қант ерігеннен кейін оның үстіне сұйық май және дәл осылай етіп сүт қосып, ары қарай жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткен ұнға разрыхлитель салып араластырамыз. Енді осы ұнды жұмыртқалы массамыздың үстіне қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Дәл осындай қаймақтың қоюлығындай масса шығады. Енді дайын болған осы массаны арнайы формаларға құйып шығамыз. Әр формаға бір ас қасықтай қамырдан салып шықтым. Сондай-ақ достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттардан жасалатын керемет рецепттердің түрлері бар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен начинкасына вареный сгущенка, яғни қоюлатылған сүт пайдаландым. Осындай кондитерлік қалташаға құйып алсаңыздар, жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Начинкасына сапасы жоғары қойылған сүт пайдаланған жөн, сол кезде формасын ұстап, астына ағып кетпейтін болады. Келесі кезекте начинкадан кейін бір ас қасық қамырдан құйып шықтым. Піскен кезде қамыр 2 есе көтерілетіндіктен толтырмай құйып шығамыз. Дәл осылай барлығын құйып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған 160 градус пешке 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ болып шығатын керемет кекстеріміз дайын. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр.